84-ші сабақ бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Бүгін мүсін өнерімен байланыстырамыз. Бірінші тапсырма өрнектердің мәнімен сәйкестендіріп, мүсіндер қандай материалдан жасалған анықтауымыз керек. Бірінші тапсырма 200 көбейту 3. Бұл жерде 600 болады. 600-ден 300-ді азайтсақ, жауабы 300. Демек, бұл Қарасай батыр ескерткіші. Бұл металдан жасалған екен. Екінші тапсырмамыз 1000 азайту 400 көбейту 2. Демек, бұл жерде жауабы 200. Бұл Сұлтан Бейбарыс мүсіні. Бұл тастан жасалған екен. Соңғы тапсырма 20 көбейту 3 қосылған 40. Жауабы 100. Бұл батыр мүсіні. Бұл ағаштан жасалған екен. Номер 2 есебіміз. Екінші есептің асы: қорапқа 12 қарандашты 6-дан бөліп сал. Демек, 12-ні 6-ға бөлеміз, бізде жауабы 2 қорап. Демек, 2 қорапқа бөліп салуға болады екен. Екінші есептің ә нұсқасы. Бұл жерде қорапқа 14 қарандашты 6-дан бөліп сал. 14-ті 6-ға бөлсек, бізде 2 және 2 қалдық. Екінші есептің б нұсқасы. Бұл жерде қорапқа 5 қарандашты 6-дан бөліп сал дейді. 5-ті 6-ға бөлсек, бізде 0,5 қалдық қалады. Ал тексеріп көрейік. 0-ді 6-ға көбейтеміз, оған жаңа қалдықты қосамыз. Сонда бізде жауабы 5 шығып тұр. Демек, біздің есебіміз дұрыс деген сөз. Номер 3 тапсырма. Көркем еңбек сабағында балалар 30 қоянның мүсінін жасады. Оларды әр қатарға 9-дан қойды. Қанша қатар шықты, қанша мүсін артылып қалды. Ал енді балалар, біз 20 қоянның мүсінін әр қатарға 9-дан қойса, 20-ны 9-ға бөлеміз, бізде 2 шығады, қалдық 2 қалады. Ал тексеріп көрейік. 2-ні 9-ға көбейтеміз, 18, оған жаңағы артылған 2 қалдықты қоссақ, бізде 20 қоянымыз шығып тұр. Енді балалар бізге қалдықпен бөлуге есеп құрастыр дейді. Машина 25, әр қатарға 3-ден орналастыру керек екен. Енді біз 25-ті 3-ке бөлеміз, бізде 8 шығады, 1 қалдық қалады. Тексеріп көрейік. 8-ді 3-ке көбейтсек, 24, оған жаңағы 1 артылған қалдықты қоссақ, 25. Демек, біздің есебіміз дұрыс. Бізде 4-ші тапсырма: қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. 29 бөлінген 7. Бұл жерде 4,1 қалдық қалады. Тексеріп көрейік. 4-ті 7-ге көбейтеміз. 28, оған 1 қалдықты қоссақ, 29. Келесі 19-ды бөлеміз 2-ге. 9,1 қалдық. Тексереміз. 9 көбейту 2. 18, қосылған 1 қалдық. Жауап 19. Келесі 680 бөлінген 80. Бізде 8,40 қалдық қалады. Демек, тексереміз. 80-ді біз 8-ге көбейтеміз. Одан шыққан санды 40-қа қосамыз. Бізде 680. Келесі 130-ды бөлеміз 60-қа. 2,10 қалдық қалды. Тексереміз. 60-ты 2-ге көбейтеміз. 120, оған жаңағы 10 қалдықты қосамыз. 130. Келесі 85 бөлінген 9. Бізде 9, 4 қалдық қалды. 9-ды 9-ға көбейтеміз. Оған 4-ті қосамыз. 85. Бұл дұрыс. 46-ны 5-ке бөлеміз. Бұл жерде 9,1 қалдық. Тексереміз. 9-ды 5-ке көбейтеміз. 45. Оған 1 қалдықты қосамыз. 46. Келесі 88-ді бөлеміз 9-ға. Жауабы 9,4 қалдық. Ал енді тексереміз. 9-ға 9-ды көбейтеміз. 81. Ал оған қосамыз 7-ні. 88. Келесі 4-ті 3-ке бөлеміз. 1,1 қалдық қалды. Тексереміз. 3-ті 1-ге көбейтсек 3. Оған жаңағы 1 қалдықты қосамыз. 4. 52 бөлінген 5. 10 қалдық 2. 10-ды 5-ке көбейтеміз. 50. Оған жаңағы 2 қалдықты қосамыз. 52. Келесі 135-ті 40-қа бөлеміз. Бізде 3,15 қалдық шығады. Ал енді тексереміз. 3-ті
40-қа көбейтеміз, 120 шығады, оған 15-ті қосамыз, 135. Келесі 7-ні 6-ға бөлеміз, 1 шығады және 1 қалдық қалады. Тексереміз, 1-ді 6-ға көбейтеміз, 6, жаңағы 1 қалдықты қоссақ, 7. Келесі 8 бөлінген 7, 1,1 қалдық. Тексереміз, 1-ді 7-ге көбейтеміз, 7, 1 қалдықты қосамыз, 8. Номер 5. Есепті шығар. Ағаштан мүсін жасау үшін орманнан 43 бөрене әкелу қажет. Мәшинеге 4 бөренеден артық салуға болмайды. Барлық бөренені әкелу үшін орманға неше рет баруға тура келеді? Балалар, енді төменде көрсетілгендей шартын құрамыз. Жаңағы 43 бөренені біз 4-еу ғана сиятын болса, 43-ті 4-ке бөлеміз, 10,3 қалдық қалады. Ал тексеріп көрейік, 10-ды 4-ке көбейтеміз, 40, оған жаңа 3 қалдықты қоссақ, 43 шығып тұр. Демек, біз 10 рет 4 бөренеден тасимыз, 1 рет 3 бөрене ғана әкеледі екен. Номер 6-шы тапсырма. Жазу дұрыс болу үшін бос орындарға қалып қойған цифрларды жаз дейді. Біз қалып қойған цифрды қалай табамыз? Жаңа біз есептерімізді дұрыс емес екендігін тексердік қой. Тура солай сияқты тексеріп, біз бастапқыда қандай сан болғанын табуға болады. Ол үшін не істейміз? Біз бұл жерде бастапқы сандағы белгісіз сан, демек біз жауабын 10-ды 3-ке көбейтеміз, 30, оған 2 қалдықты қосамыз. Сонда бізде 32 шығады. Демек, мына 3-тің жанында бізде 2 саны қалып қойған. Қалған тапсырмаларды тура орындаймыз. Номер 7. Қалдықпен бөлуді орында. 5 бөлінген 8, 0,5 қалдық. Тексереміз, 8-ді 0-ге көбейтеміз, оған 5-ті қосамыз. Бізде 5 шығады. Келесі 4 бөлінген 6, бұл жерде 0,4 қалдық. 0-ді 6-ға көбейтеміз, оған 4-ті қосамыз, 4-тің өзі шықты. Келесі 50 бөлінген 9, бұл жерде 5,5 қалдық. Енді тексереміз, 5 көбейтуге 9, 45, оған жаңа 5 қалдықты қосамыз, 50 шықты. Келесі 48 бөлінген 7, 6,6 қалдық шықты. Тексереміз, 6 көбейту 7, оған қосамыз, 6-ны 48. Келесі 84 бөлінген 9, бұл жерде 9,8 қалдық қалды. Тексереміз, 9-ды 9-ға көбейтеміз, 81, оған 3-ті қосамыз, 84. Соңғысы 27 бөлінген 5, бұл жерде 5,2 қалдық. Тексереміз, 5 көбейту 5, 25, оған 2 қалдықты қосамыз, 27-нің өзі. Бізде номер 8, бұл жерде тиімді есепте дейді. Кесте бойынша берілген 4 көбейту 9, стрелка бойынша 36. Ал енді біз қайтадан есептейміз. 4-ті 10-ға көбейтеміз, 40, 40-ты азайтамыз 4-ке. Бізде тағы да 36 шықты. Келесі кестеде де солай. Бұл жерде 3 көбейту 29, жауабы 87. Ал төмен қарай 3 көбейту 30, азайту 3. Бұл жерде де 87. Бізде номер 9. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. 341 қосу жақша ішінде 431, азайту 134. Демек, балалар, бірінші біз орындалу реті бойынша жақшаның ішін орындаймыз, кейін шыққан санды 341-ге қосамыз. Төменде берілгендей етіп, баған түрінде осылай орындаймыз. Номер 10-шы тапсырма. Мүсіншілер бақтағы 4 сая жолды безендіру үшін 38 мүсін жасады. Әр сая жолдағы мүсіндер теңдей болу үшін тағы неше мүсін жасау керек? Демек, біз 38-ді бөлеміз 4-ке, 9,2 қалдық. Тексереміз, 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36, оған 2-ні қосамыз, 38.